А вот Бля, ясно или ты знаешь, блядь, заебал. Даник На, пен төменге неге түспейсіңдер, жоғарыға неге шығып кеттіңдер, дос балам ғой, 83-ті да сықтық қой, нахуй. Таркан 83 позицияны, ә? мен қоясың. Жоғарыға неге шығып кеттіңдер сендер? Біздер ма, біздер. Ануардың үйінде отырмыз қазір. Ой, абайлаңдар құс, жоғары, опасно ғой мынау деген ба. Қараш. Ой, мен қорқамын жоғарыдан. Араққа төгіп алып, бізге әңгіме айтатын болса, мынаны лақтырып жүреміз. Соны айтамын, қой тастаңдар, түсіңдер. Алматыға бір апта жүрдім ғой тек қана. Кука. Сен роднойсың ғой, шешенам деген, сен қарын, мен тіліп едім ғой, еп твоим. На, Ануар деген досың ғой. Болды. Сый балай, бірдеме анау, бля, братан. Мен сықтым, естігем, ғой. Білесің ғой? Бәрін айттың ғой. Бля, ана жерін ұмытып қалдым мен бар ғой, ана жеріне. Анау деген сонда не? Таяқ жегеннен кейін сразу алып кетті ма оны? Кімді? Ментті ғой, ментті. Артурды. Қаянбас. Артур деген біздің речка oldu ғой. Артурды ешкім ұрған жоқ қой. Мен үшінші барактың отряднигін ұрып 7 жылға кетіп қалды ғой, раскруткаға. Оны білмеймін. Сен кетіп қалдың ба онда? Оны білмейді, ешкім білмейді оны. Қуаныш, мен бар кезде, Рус бар кезде кім отрядында ұрды? Кім кетті? Қуаныш, сен лагерде болдың да? Отрядында тұрғанда, бүрді ұрғанда, бәрі кімге общенияға келетін? Русқа барады ғой. Мәса, Русқа келмейді, маған келетін еді. Сен жоқ болып тұрсың онда, Артурды білмейсің ғой. Мен шапалағымен бәрі кетіп тұрды ғой. Қаншама отрядник, қаншама не. Минус емес па, да, минус қой. Қара лагерде мент тұру деген минус қой, да. Қалай минус? Мен шешкен жоқпын ба, әңгімем бәрі. Онда кетіп қалды ғой 7 жылға, қалай шештің? Кім кетіп қалды? Қопалай кетіп қалды ғой 7 жылға. Қуаныш, сен пути титіп алған жоқсың ба бірмені? Жоқ дейін, қой 7 жылға кетіп қалды ғой, Артурды ұрып ал дейді. Білем ғой. Қопалай, менен кейін кетіп қалды ғой, ешік болып, блядь, нахуй, еп твою мать, нахуй. Қопалайын, блядь, нахуй. Әңгімені көтеріп, анау-мынау деп, нахуй. Лагерде қалып қойған жоқ па менен кейін? Сен кетіп қалдың бірінші. Бірінші сен кетіп қалдың. Русикон, бір күнде кетіп қалдық қой, нахуй. Черіктің кезінде кетіп қалдық ол қотақ басына. Онда дұрыс, сен бірінші кетіп қалдың, білмейсің онда сен, Артурды. Руспен мен бір күнде кеттік қой, екеумізді бір күнде шығарып жіберген жоқпын. Енді анау қашан кетті? Бір күнде шығарып жіберді ғой. Онда анау деген мент тұрып кетті ғой. Қопалайын, қотақты суған жұқпан әлі, сізген білайт. Енді қотақпас болса сол қара лагерде ұрып тұр ғой, қара лагерде болмайды ғой, қара лагерде ұрып тұр ғой, ментті қара лагерде ұрып тұр ғой, ешкім кантовать етіп отқан жоқ қой. Қопалай, білайт, қызырулап, қаншама не істегенде бәрін әңгімесін кім шешкен? Оны білем ғой, оны айттың ғой сен. Мен лагерде свиданка қарап отыр, ойын қарап отыр, кім оны әңгімесін? Ол зорлаған ба, попытка ма или? Блядь, брат мен деп әңгіме айтып отқан. Сука, алдында маған естіне нахуй. Бірге сөйлесіп отқанда айтады да апат анау-мынау. Білем бар ғой, үшеуміз сөйлестік қой. Маған қарсы шығып отты, мен айттым конкретно, сука, маған қарсы шығасың ба, мен сен мал қылдырам, сука.
братан деп жатыр да нахуй, сука нахуй. Леханы шығар, кімді шығар, кім нахуй әңгіме бәрін тоқтатқан нахуй. Мгм. Путиндар, сука, нахуй, ебаный в рот. Если я, блядь, в Атро не хожу, это не означает, что я, блядь, нахуй, блядина или что-то нахуй. Мгм. Я ебал и буду ебать нахуй. Мен матым бар нахуй абат дегенде. Любой ровно сөйлесем. На уровне любой мен сөйлесем, сука, нахуй. Или біреуін сомневаться етіп жатсыңдар ма нахуй. Қанша, ол зорлағанда қайда болды, қасында балдар қайда болды? Қай балдар? Сенбес пе келіп қалған? Зорлаған жоқ қой. Түсінбедім. Қай балдар? Сен қалай свиданкіге кірді. Сендер қайда отырдыңдар? Сен анау қалай кіріп кетті? Сен кіргенде сен айырып алған жоқсың ба оларды? Сөйтіп айттың ғой маған. Олай емес қой. Қалам балдары келеді, әңгіме айтады, мен лагерьге көтерілем. Леха Песков сөйлеп жатады, мені лагерьге кіргізеді. Қопалайын тұрып алып, русқа әңгімесі бар, анау мынау дейді. Оны білем, оған дейін. Ол қашып кетті ғой, Қопалай деген. Келмей қалды ғой общениеге, мен маспын деп. Маспын деп пес, мен лагерьге қашып кетпейді. Келеді свиданкіге. Я не в состоянии разговор вести, то все дейді да, маған. Ол шегіп алған ғой, тығып алды ғой ба. Тығып жүрген кез ба? Тығып жүрді ғой, сол кездегі ғой да. Оған дейінгін айтып отырмын ғой мен саған, оған дейін. Мен айта алмайым. Коля, мозгам сықпей заебал. Масқалдық мен әңгіме айтқызбай не отырмын ба? Сен кетші, сен өзің айтыпсың ғой. Бәрін нетіп алды, бәрін сықитын дейді. Олай емес, анау кіммен болды деп сұрап отырмын ғой. Ертең айтшы жақсы. Айдостармен жүрді ғой ол. Ақтарам еп, твоим айтты. Айдостар жүрді ғой, 31-ші контингент бар ғой. Солар болды ма дегенім ғой қасында. Қасында кім болды дегенім ғой, Қопалайдың қасында кім болды, Қопалайдың. Кім досы болды оның? Қопалай мен үшін не нахуй, авторитет құрып өтсін ба не нахуй? Түсініп тұрмай сен. Оның достары кім болды? Коля? Оу. Мен Қопалай емес қой, мен абат болдым. Оның достары кім болды дейін ал дейді. Оның достары кім болды сол кезде? Оның достарын нахуй. Оның достарын сықпен қол қойдың ғой нахуй, ебаный в рот. Сен сұрашайшы? Сен сұрашайшы бірінші. Кім абат болды деп. Нахуй саған керек бір қотақ бастар, Коля. Сен болмайсың ғой эфирде. Былай айтам, ертең шығады ғой ол ертең. Сонда айтайын дегенім ғой, оның қасында кім болды? Сен айтып отырмын ғой, саған конкретно. Путин. Что такое абат? Интересуешься нахуй, и все нахуй. Білем ғой. Паутина дейді, паутина деген кім? Паутина. Мне похуй, кто такой паутина, кто-то паук, Паук. кто такой, блядь, плетина, нахуй. Әңгімесі бар ма, білсін, сука, нахуй. Саған әңгімесі жоқ қой. Саған әңгімесі жоқ қой. Ертең ана мен жағымда ешкім жоқ қой. Пока аттары жоқ. Коля, сен айтып отырмын, мен әңгіме еткісі келеді ма, маған тарт, сука, нахуй. Любой мен науын сөйлесем, сука, нахуй. Түсінбедің ма, көтін айырып, амын қайран. Болды. Мен понятие сындаймын. Коля, сен мен білесің кім екенін. Отам жемесің басқаларды. Оны. Кіммен сөйлесіп тұрасың ба? Әріп братандармен сөйлесіп тұрасың ба? Коля. Брат ретінде сыйлайын, отам ештің болса. Брат, давай дейтіндер мен.
жо мен шыққан жоқпын эфирге, просто ана қуып жүр қазын. Ертең шығамын ғой, сол кезде сұрап жатқаным ғой, просто ана мен оны қолдағы ештемем жоқ қой. Маған қарсы шығып жүр ғой олар.